2021 жылдың соңғы видеосы деп есептейміз бұны. Арнамыздың осындай бізде оңтүстігімізде Түркістан облысында керемет жерлер бар. Құдай қаласа қазір қармақтарымызды жайғастырып, қазан ошағымызды жайғастырып қосыламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздерден лайк және тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Ал ассаламуалейкум. Ардақ бауырымыз бүгін қуырдақ дайындайды өзінің әдісімен. Самаурын. Керемет, табиғат керемет ағайындар. Белсенді демалыс дейді осыны. Осындай болып тұр бізде қазір, оңтүстігімізде. Керемет ағайын. Штурмат етіп алсаң, әдем жанатты от алдырғанға. Осымен жағып от алдырамыз қазір. Самаурынды ағайын бауырлар. Құдай қаласа енді 2021 жылғы соңғы демалысымыз бұл. Арекең екеуміз шықтық бүгін. Тобымыздан біраз жігіттер шығамыз деген еді. Қолдары босамай қалды. Осылай. Лайна штурмат етіп осыңыздар, мен керемет. Осымен самаурын болсын бәрін от алдыруға болады әдемілеп. Бұл ареге бұл қандай не береді тамаққа? Тамақтың дәмі шығарады ғой. Пияз, чеснокпен. Таза. Натуральный. Керемет.
Өте керемет достар, өте керемет демалыс болып жатыр. Самаурын шай деген бір ерекше құбыл. Ал кеттік достар. Міне құрық. Міне балта. Şimdi bir kaynatı olası ya. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін 2021 жылдың 31 желтоқсаны. Осы 2021 жылғы соңғы ролигіміз. Мынау ардақ бауырымыз екеуміз керемет бір табиғатқа шықтық. Өздеріңіз көріп отқандай қуырдақ жасап, оқырмандарымызға, барлық қазақ еліне айтарым, мынау көріп отырсыздар, керемет табиғат. Осы табиғатты сіз боп, біз боп аялауымыз керек, қоқыс тастамауымыз керек. Барша аңшылар мен балықшыларға, белсенді демалысшыларға айтарым осы: бізден кейін, қоқыс тастап кеткеннен кейін басқа адамдар келіп артымыздан міндетті емес. Сондықтан барлығымыз ұйымдасып, шамалыдан болса да үлесімізді қосқанымыз бізге үлкен нәтиже. Жұдырық болып бәріміз жұмылсақ, Құдай қаласа үлкен жетістіктерге жетеміз, Алла нәсіп етсе. Браконьерлікпен балық аулау мәселесі бар, аң ату мәселесі бар. Сол мәселелердің бәрін бауырлар тоқтатуымыз керек. Тек қана жақсылықта жолға келе жатқан 2022 жыл бізге берекелі жыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр отбасыға тілейтінім тек қана бақыт, шаңырақтарыңыздан, дастархандарыңыздан береке кетпесін. Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, жақсы күндерде жолыққанша аман сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату. Бауырлар. Лавру не істейді ме бұны? Қазақшасы қандай бұны? Лавра жапақ шығар. Лавра жапақ. Ол да бір керемет дәм береді ғой, е? Ана Аракеңнен қазақшасын сұрап жатқан ем. Қазақшағы лавр жапырағы дейді екен. Мінекей, ағайындар. Ал Аракең өз қармақтарын лақтырайын деп жатыр, Құдай қаласа. Қуырдағымыз пісіп жатыр, Құдай қаласа. Шайымыз қайнап тұр.
Балық ұстау қалды енді. Бұйырғанын көрерміз. Ағайындар, укроптың қазақшасы қандай? Соны комментарийға жазып кетіңіздер. Осы шөптің аты қазақша қалай болады екен? Не деген қуырдақ мын? Ал ас болсын. Ал бауырлар, мінекей 2021 жылғы соңғы демалысымыз бұл. Құдай қаласа жаңа 2022 жылы жақсы кездеріміз көп болсын. Ас болсын. Бір тартып берсеңіз саламыз. Olacak bir işte. Ama onu çocuk biri mi kötü? Kardeşim olsun. 31 желтоқсан 2021 жыл. Оңтүстіктің табиғатын көріңіздер. Ағайын, бауырлар. Араке. Ama öte denge. Арыге тартып жатыр ма? Қазір қыс енді. Қыс айында шылаушанды алмағанбыз енді былай. Белсенді демалысқа келдік. Көріп жатыр енді. Тартып жатқан жоқ. Активный слабый қазір балықтарда. Бірақ демалыстың өзі қандай керемет, ә? Қолдың күшін қандырып жатыр. Қазір көріп жатсыздар мұны. Қандай көк көмбек су, мына екеуінің қосылған жері білініп тұр. Мына жерде қарасаңыздар, мына жақтың суы мен мына жақтың суы білініп тұр. Енді мына жақтан бұлақ қой басы. Осы қосындысы құстар сайрап тұр. Басты мақсат бұл жерге байлық аулауға келген жоқпыз. Көріп таза ауамен демалып кетейік деп. Қазір енді жиналамыз шамалы уақыттан кейін. Ареке, қалай демалдыңыз, Ареке? Зор. Жетпейді бұндай табиғатқа шығып демалған өте ерекше. Қордағымызды жасап, мына демалып, отырып. Керемет ауа райы да болып тұр. Жылдың соңғы 2021-дің 31 декабрь. Құдай қаласа ендігі жылға 2022-ге дайыналамыз. Биыл жақсы демалып, соңғы 21-де демалып келген жайымыз бар. Жан-жағымызды қолдан келгенше тазалап, мусорларды, сеткілерді көрдік, мусорларды көрдік. Мусорларды қолдан келгенше тазалап жатырық. Тазалық ең әдемі керемет
табиғатымызды сақтауымыз керек. Өте орынды. Сол арнайы демалып, Бәкең екеуміз. Сол бәріңізге осындай бұйырсын. Құда қаласа 2022-де жолғамыз. Құда қаласа иншалла. Бәріміз ниетіміз түзу, алға. Өйстіп демалып тұрыңыздар сіздерде. Шығып керемет ауа райы да болып тұр. Жақсы. Керемет. Балық мәселе аулауды емес, кеп табиғатты демалып, сәттілік бәріңе. Құдай қаласа 2022-де жолғамыз. Осында табиғаттың керемет жеріне шығып жолғамыз. Керемет. Ағайындар, достар, керемет, табиғат керемет. Бірақ деген ішті күйдіретін бір мәселе бар. Мінекей қараңыздаршы. Мынаны көрдіңіздер ме? Мына бауырлар, ағайындар, мынандайларды қойсаңыздаршы. Қандай балық ұстаймыз, қалай демаламыз, ағайындар. Ұрпақты ойлаңыздар. Бір күндіктеріңді ойламаңдар, ағайындар. Мынау не мынау? Жағалай қойып ұстағасыңдар. Оны жинамай қойсыңдар да кетесіңдер, тастап. Жағалай кеткен екі жағаның бәрі. Ондай болмайды, ағайындар. Бір күндігіңді ойламаңдар. Бұл мәселе өте қиын мәселе болып тұр қазір. Сеткіні қоясыздар. Именно осы сіздерге байланысты браконьерлерге. Сеткі қоясыздар. Оқпен ұрасыздар. Сонда сіздерден басқа қазақ жерінде, қазақ елінде адам жоқ деп ойлайсыздар ма? Мынаны қараңыздар, бәрі сеткі. Мінекей. Қоқысты айтпай-ақ қойын, ол қоқысты енді адам өзінің санасына бермесе, ол қиын мәселе. Шет тастайды, кетеді. Адамдар бала шағасымен кеп демалуға келеді бұл жерге. Табиғатты сүйіп, табиғатты аңсап келеді. Сіздер болса істеп жатқандарыңыз мынау. Сол үшін ағайындар бірлесіп мынау сеткі қойып жатқан, доқпен ұрып жатқан ағайындарды көрдіңіздер ма? Бей-жай қалдырмаңыздар. Камераға түсіріңіздер. Хабарлаңыздар құзырлы органдарға. Бұл деген масқара ғой. Ал ағайындар, мінекей жиналдық. Керемет демалыс болды өзімізге. Құдай қаласа жаңа 2022 жылы жолығамыз иншалла. Мінекей Құдай қаласа міне аман есен үйімізге жетіп алайық, жиналып болдық. Ал арнамызды тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, көпшіліктің көруіне себепші болыңыздар. Қандай керемет табиғат. Барлықтарыңызға Алла разы болсын.